Қызым, мен 1-2 күнде оралам. Ал сен папаңды тыңда, жарай ма? Осы үшін міндетті түрде Алматыға бару керек пе? Туф! Мен жолға шығып барам, ал сен қайтадан бастадың ба? Мұның біз үшін қаншалықты маңызды екен неге түсінбейсің? Барлық балаларымыз үшін. Мам, сіз қайда барасыз? Ал саған мен барлығын келген соң айтып берем. Жаным менің, 1-2 күнде оралам. Ал сен әзірге мультиктеріңді көре бер. Сонда уақыттың қалай тез өткенін түсінбей қаласың. Жақсы, байқап жүр. Жеткенде хабарлас. Біздің қолымыздан келеді. Ол жақтағыларға өзіңді көрсет. Жарайды. Мне всего-то нужен твой голос. Мен саған айттым ғой тезірек оралам деп. Даусыңызға не болған? Салқын тигізіп алдым, қызым. Бірақ сен уайымдама, мен тез-ақ жазыламын. Жүр. Папа, Ау, мен маманы даусын қалай қалпына келдіруін білем. рас па? Қалай? Сіз Ариэльді сүйген Эрик Принц сияқты маманың бетінен сүйіңіз керексіз. Қызым, сен мультикті тым көп көресің. Туф, папа! Жақсы. Жақында біз кинотеатрға барамыз. Сол кезде мамаңның бетінен сүйем. Келістік пе? Ханымдар мен мырзалар, Карганвал мырза. Гран-при бәйгесіне қатысушыларды сіздерге таныстыру. Чао, Маккуин! Бұл спагеттиге ертең көрсетем. Менің қарамды шаң қауып қалғанда көрерсіз. Өйткені ауамен салқындатады. Тамаша, мен агент Делюкспін. Холли Делюкс, Токиодан. Лондоннан хабар бар. Қазір емес. Мам, сіздің даусыңыз қалпына келді. Иә, енді сенің сүйікті кейіпкерлерің менің даусыммен сөйлейтін болады. Қандай камера болып шықты? Әдеттегі телекамера деп жатыр. Бірақ рейтинг